Сәлем достар, мен Қолғамыс ауылында туамын. Мен атым Қақымжан Гүлназ. Маған Наурыз мерекесі ұнайды. Наурыз көже пісіреді. Анасым, Ау, осы Наурыз деген не? Наурыз дегенім балапаным, ол біздің жаңа жыл. Жаңа жыл? Иә? Сонда аяз ата келе ма не? Жоқ, бұл жыл аяз ата келмейді. Сендерге Қыдыр ата келеді. Қыдыр ата? Иә, Қыдыр ата. Қыдыр ата бізге бақ береке тілеп, үйді аралап, ақ батасын береді. Жеңеше, не істеп жатырсыз? Ертеңгі мерекеге наурыз көже жасаймыз ба? Әрине жасаймыз, сол үшін үйде не бар не жоқ түгендеп жатырмын. Мен не істейін? Мен де көмектесейін. Маған үйретем деп едіңіз ғой. Әрине үйретем. Сіз маған да үйретем дегенсіз. Саған да үйретем. Ол үшін мына дәнді дақылдарымызды дайындап алайық. Сонда осының бәрін қосамыз ба? Иә, қосамыз. Наурыз көже жасау үшін ақмол болсын деп дәнді дақылдарды, қыстан шыққан сүрет пен қазыларды қосып, аса ыждахаттылықпен дайындау керек. Ертеде әжелеріміз міндетті түрде 7 немесе 9 түрлі тағам қосу керек деп айтып отыратын. 7 және 9 саны қазақтар үшін киелі және қасиетті болған. Сізге наурыз көже пісіруді кім үйретті? Маған кезінде анам үйреткен. Мен ол кезде тура сендердің жастарында болатын. Сендер де үйреніп алыңдар. Білгендерің өздеріңе жақсы, үйренгендерің маған жақсы. Мен қазақ қызы болғаныма мақтанамын. Алтын күн аспаны, алтын күн даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы, ежелден ердеген заңымыз шықты ғой. Намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің жерім гүлім болып, Жырым болып, егілетін елім туған